қалайсыз? Сәлеметсіз, жақсы. Бәрі жақсы. Кімді қолдап келдіңіз? Бүгін Бота деген құрбымды қолдап келдім. Ақбота ма? Иә, мен Қарақат и Арай деген сіңілім бар. Үш адамбыз пока что. Жалпы диқаншыларға не айтасыз, қандай тілегіңіз? Қыздарға сәттілік барлығына. Ботаға жеңіс. Шетелге жолдама? Ондай екен білгем деп өзім барамын деп. Бота ұтып алса Ботамен мен бірге барамын. Так что давай Бота. Мен қолдап келдім. Тек жеңіс. Әрқашан мен кезінде қосылып миссияға қатысқан кезде бірінші орын алып қалған кезде деген ай болған. Сол кезде сәл жетпей қалған. Осы жол жетіп, как уже бірінші орын алып тұр ғой өзі бұйырса. Жолдама, шетелге жолдама? Шетелге жолдама беріп жатса, бірге барып қайтуға болады деген. Түсінікті. Эти конкурсы. Не болды? Алғашқы кезде қалай Мен өтті? вообще, оказывается, ондайға бейімделмеген екен. Блин, вообще қиналып қалдым прям. Ұзақ уақыт тұрдым да. Как деп не смогла. Бірақ түсінікті болды. Сіз үшін қалай өтті? Күшті. Мен бірақ басында түсінбей қалдым да. Кішкентай кезімде көп үрлетмедік қой балуан. Содан потом вспомнила, деп еще мен де диафрагма оңайырақ болды кішкене. Түсінікті. Сізге қалай болды? Жақсы, бірақ мен вообще балуанчик негізі біле алмаймын бұрыннан. Удар біледі. Бірақ түсінікті. Менің балуанчигім тесік болды. Таңдайымды сырып кетті. Мен жазамын. Сізге қалай болды? Нормально. Соң Ішім алып қойды ғой. Альбина қалай енді екі кезде артта қалды? Шілде терім шықты. Шарикпен ойнау. Негізі кезінде ата-анамызбен намыс дода деген мектепте дене шынықтыру кезінде ойнап едік қой. Тура сол ойындар болды. Сол ғой ол? Иә, мен әкем үйреткен бе. Қапқа кіріп алып секіресің деп сонда жеңіл болды. Жеңіл болды енді, бірақ жасым келіп қалды Демек ма? жастық шаққа оралдыңыз. Жастық шаққа оралдым, бірақ жасым келіп қалды ма? Демім жетпей кішкене. Соны жүгіру керек негізі.